Біздің еліміз территория бойынша бүкіл әлемде 9-шы орында тұрғанына бәріміз мақтан тұтамыз. Бірақ Қазақстан неліктен соншалықты үлкен екенін көбіміз білмейміз. Бұл тарих арнасы және де осы шығарылымда біз қазақ жерінің қалай үлкейгенін қарастырамыз. Әуелі Керей мен Жәнібек Әбілқайыр хандығынан кетіп, өздері жеке қазақ хандығын құрғанын еске сала кетейін. Айтпақшы, барлық жерде Керей мен Жәнібек бірге атағанымызбен олар бір уақытта билеген жоқ. Бірінші болып Керей хан болғанмен, көп шешімдерді олар ақылдаса қабылдаған. Ал екінші болып Жәнібек хан болған. Біздің алғашқы ханымыз, еліміздің қалаушысы Керей, халқымызға көп еңбек етті. Және де менің хан болып қабылдаған бірінші шешімім ол еліміздің астанасына Керей деген атты беру. Тоқта, бұндай атымен де болған жоқ. Кешіріңіз, жай әзілдеген ғой. Бірінші шығарылым естеріңізде болса, сол кезде Моғолстан билеушісі Есенбұға қазақ хандарын құшақ жая қарсы алғанын білесіз. Керемет адам, иә? Бірақ ол көз жұмды. Есенбұғадан кейін Моғолстан жеріне ойраттар шабуылдарын еселей бастады. Ойраттар жоңғарлардың ата-бабасы екенін еске сала кетейін. Сол кезде Моғолстан жерінде тұрған қазақ ру тайпалары қазақ хандығына көше бастады. Стоп. Сонда қазақ хандығы жаңа ғана құрылған болса, онда басқа қазақ ру тайпалары қайдан келген? Уайымдамаңыз, қазір бәрін түсіндіріп берем. Бірінші шығарылымда бүкіл мемлекеттерде түркі тілдес елдер тұрғанын айтып өткем. Ал олардың кейбіреуі бір-біріне қатты жақын еді. Мысал үшін, Моғолстанда Дулат пен Үйсін, Ноғай ордасында Қоңырат, Найман, Қаңлы, кейін Адай, Сібір хандығында Қыпшақтар мен Арғындар, ал Әбілқайыр хандығына қазақ хандығының бүкіл ру тайпалары өмір сүрген деп айтуға болады. Бұл ру тайпалар қазақ хандығының құрылуымен жаңа мемлекетке көше бастады. Бұл жерде олар бір-бірімен жүздесіп, тату-тәтті өмір сүре бастады. Осы себептен қазақ хандығы күшейе бастады, бірақ әлі де кішкентай болып көрінді. Дәл солай Әбілқайыр да ойлап, қазақ хандығына қарсы жорыққа аттанған. Бірақ сол кезде жасы да жетіп, жолда қайтыс болған. Хан қалай? Оңып тұрған жоқ, Керей мен Жәнібек менен кетіп, халықты көп деген салықтардан босатты. Барлығы соларға жөнеле бастады. Осылайша Әбілқайыр хандығы әлсірейді, ал қазақ хандығына Ноғай ордасы мен Сібір хандығы көмектеседі. Қазақ хандығы жаңадан қалаларды жаулай бастайды, ал қалаларды жаулап алу қиын емес еді. Себебі бұл қалаларда қазақ ру тайпалары өмір сүрген. Мысалы үшін Сығанақ қаласы үшін күресте Әбілқайырдың Шайбани немересімен. Қала тұрғындары өздері есікті ашқан еді. Кім? Бәз ғой. Ашылды ма? Сол кездегі орталық Азиядағы жағдайға Игра престолов телехикаясының авторлары қызығушы еді. Себебі бәрі бір-бірімен қараласып, одақтары үнемі ауыса беретін. Өздеріңіз қарап көріңіздер. Басында қазақтарды Моғолстан қолдаған еді, ал Әмір Темір ұрпақтары жау болған. Кейін олар одақ болған. Әбілқайыр да басында Моғолстанның жауы болған, кейін немересі одақ болған. Ал қазақтарды Әмір Темір ұрпақтары қолдап, Моғолстанның жауы болған. Бір сөзбен айтқанда, мемлекеттер арасында қарым-қатынас сол кездегі жағдай мен хандардың қалаулары бойынша өзгере берген. Осының кесірінен Моғолстан ыдырап кетіп, қазақтар Жетісу өңірін өзіне алған. Әбілқайыр хандығы да ыдырап, қазақтар бұл да жерлерді өзінің иелігіне алады. Сонымен қоса Ноғай ордасы мен Сібір хандығы әлсіреп, қазақ хандығы қазіргі Қазақстан аумағына дейін жетеді. Бұның бәрі 120 жыл созылған еді. Осылайша бір-біріне жақын болып келетін бүкіл елдер бір мемлекетте жиналып, бұрыннан келе жатқан арманына жетті. Құрметті достар, 2 аптадан кейін қазақ атауы жайлы шығарылым шығады. Әзірше орысша нұсқасын қарай аласыздар. Құрметті достар, қазақтар әрдайым бір-біріне көмектесіп, қолдап жүрген. Дәл қазір де менің досымның анама көмек керек болып жатыр. Көмек көрсету үшін барлық реквизиттар описанияда жазылып тұр. Ал қазақша шығарылымдар көбірек шықсын десеңіз, лайк басып, комментарий жазып, достармен бөлісіңіздер. Және де тағы бір нәрсені ұмытпаңыздар. Жатарда сейіп жатыңыздар.